пылесосты көрсем ше, мә жыным келеді ғой. Көрген сайын давление болам. Мен сияқты аңқаулыға ұстамайтын жерде аңқаулыға ұстап, аузы ашылып алданып қалатындар осы видеоны до конца өткізбей көріңіздер. Мүмкін бұл видео сіздің алдыңыздан жайдан жай шығып тұрған жоқ. Маған, WhatsApp-тан жазады ғой, үйдесіз ба, сіздің бір кілеміңізді, бір диваныңызды тегін жуып берсек деп. Сонымен ой, тегін деген нәрсе бізге жағады ғой. Как раз бала-шаға кілемді ағызып тамызып, кірі шығып бычыт болып отқан. Сонымен келді. Есікті ашсам сықиып бір костюм шалбар киіп алған, біреу қолында инструменттер бар, кірді сықиып. Сонымен как раз өзімде ана пылесосым бычыты шығып, бір шаңды дұрыс сормай, сондай кезде келді да олар да. Келді дағы менің кухнямдағы кілемді пылесостаған кезде енді өздерінің 4 бұрышты қара маталары бар екен. Шаңы деген шығып жатыр, әр пылесостаған сайын шығып жатыр. Ана жерде өзім ұялып кеттім ше, масқара, мен кілемім осындай, шаң осындай кірма деп ше. Жаңағы қара тряпканың 4-еуін, 5-еуін жайып тастаған, бәрінде шаң шығып жатыр ғой. Менің көзім деген банка. Сонымен өзіңіздің ескі старый пылесосыңызды алып қойыңыз дейді да, өзімдікімен пылесостап көрсетеді. Омен көрсетеді, міне сіздің осылай жаңағыдай сорат. Қайттан артынан мынамен істейді, мынамен істесе шыға береді ғой шаң дегенше. Ойбай, ұялып кеткен, май масқара, ужас. Мынау келген адамда өзі бір сыпылдап, сумаңдап қалған адам екен, енді страшно. Қолдары деген әбден үйреніп кеткен ғой олардың ше. Робоклин, басқа пылесостардың бәрін жамандап, мынадан асқан не жоқ, мынау күшті. Американдық бір ғалым әйелі астма болып ауырып, соның құрметіне ойлап тапқан, анандай, мынандай, мынаның артықшылықтарын айтып жатыр ше. Енді мен деген аузым ашылып тұр мана жерде. Ол ма, одан кейін басқа насадкасын салып, кілемді деген көпіртіп, енді жуды ғой. Мен андайды көрмеген ғой өмірімде, енді осындай пылесоспен кілем жуғанды ше. Аузым ашылып, мә, мынау не деген күшті деп. Мен миым айналып қалады ана жерде. Бағасын енді өздеріңіз Каспийден жай барып кіріп көріп келе салыңыздар. Еще айтады, бұны алсаңыздар, сіздерге 10 жыл бойы осындай үйлеріңізге ай сайын сервис келіп, бір кілем, бір диваныңызды осылай жуып, тазалап, күшті қылып кетеді деп. Менен үйде отқан баламен кілем деген ай сайын кір болады. Ана кухнядағы кілемді айтпай қойын енді. Кішкентай баласы бар үйлер түсінеді. Балалар еще сип қояды, жағдай ол сасиды демекші. Маған ең керекті, осыған жабысып қалдым ғой мен деген. Все алам деп. Мен деген рассрочкаға алып алам ғой мынаны. Сонымен подарок жанына осындай 1 литр кілем жуатын шампуні деп. Мен бұл пылесостың бір жаман жері осындай өзінің шаңды жинайтын мешогы именно қасында көріп тұрсыздар ғой. Осы жерге жиналады екен. Мусорын алып төгіп алмайсың. Бұның мешогы 6 айға дейін тұру керек. Осының жанында бірге сасып, бықсып жаңағыдай. Үй жинасаңыз, осы пылесоспен бірге тұра береді. Мусорын төкпейсің вообще. Енді ай сайын сервис шақыратын кезде, мен енді WhatsApp-тарына жазып хабарласам ғой, маған осы күнге айына 1 рет шақыра аламын мен негізі. Осы күнге керек деп жазсам, WhatsApp-тан өзінше болып жауап бермейді. Ана нөмерге хабарласыңыз, мына нөмерге хабарласыңыз деп. Ладно, сервистері келеді, бірдеңе тоже жаңағыдай сықиып, костюм шалбар киіп алып. Келеді да, мына 1 литр берген шампуньдарын бәрін қосып тастай ма, білмеймін. Сонымен көпіртіп жуып кетеді. Ладно, басында үндеген жоқ, мен басында ештеңке байқап атқан жоқпын, ол кеп жуып кетті ғой деп. Мен келесі келгенде, апа, сіздің шампуньіңіз бітті, мынандай шампуньіңізді алуыңыз керек дейді. Бұл шампуньдары 5000 теңге тұрады екен. Bir келгенде осы шампунь толық білмеймін, енді әдейі көп құяма, білмеймін. Келіп таусып кетеді. Ладно, алам. Келесіде уже бар ғой, мен шаршадым. Айналайындар, келесіндерді әр келген сайын маған то шампунь ал, то анау ал, одан мынандай мешоктары бар. Бір мешоктарын олар 3000 теңгеге сатады. Мына мешокты мен Каспийден қарап, ішінде 6 штук болады. Бұның бағасы 6900-7000 теңге. Олар ойлаңыздар, бір мешоктың өзін маған 3000 теңгеге сатқан. Сосын келесіде уже мен шыдамай айқай шығарам ғой. Келесіндерді әрдеңелеріңді бір пиғайт етіп, то шампунь алыңыз, то мешок алыңыз деп, әрдеңелеріңді пиғайт етіп, әйтеуір маған бірдеңелеріңді сатып кетесіңдер деп айқайлаймын. Бүйтеді ғой, апа, мынау сізге невыгодно, сразу 5 литрлігін алып алыңыз, 5 литрлігі 20 теңге тұрады. Сол сізге андай кішкене жеңіл болады деп. Сөйтіп, ладно, онда соны алып алайын деп, соны алам. Ол кәдімгі сыртында жазуы да ештеңкесі жоқ. Кәдімгі тастай баклажка бар ғой. Сондайға құйылған бір шампунь әкеп берді, оны сатып алдым. Оны да тауысып тастайды, содан айттым. Сендер мен лоқ қып әрдеңелеріңді әр келген сайын бірдеңелеріңді пиғайт етесіңдер. Алдында сториске салған кезде бір сол Кирбида істеген бір қыз жазды. Олар шампуньна
су қосып солай көбейтіп жазады деп. Енді өтірік шынын білмеймін. Еще сервистері жаңағыдай жауап бермейді да, шақырсаң өзінше болып. Сосын ұрыстым. Сендер осы пылесостарыңды маған сатқанша көтіме кіріп өліп едіңдер. Енді ешектерің судан өтіп алғаннан кейін өздеріңше бір жерлерін керіп отырсыңдар деп. Сонымен айқай шығарып, әйтеуір недовольный болып келеді. Менде мынандай дорожкалар бар ғой, кіре берсе үйім қатты үлкен емес. Сол кішкентай бір дорожканы бір кремге санайды да. Мен жудыртатын диваным жоқ. Мен айтам, осындай кішкентай дорожкадан екеуін жуып бер деймін. Сөйтсем, апа, бізге негізі бір клем ғана жуу керек, біз анау-мынау деп сөйтіп жаңағыдай мелочный әңгімелер айтады. Ана әшейін кішкентай дорожканы бір клемге санап, соны жуып кетеді. Клем жууға келетін балдарында жас балдар ғой келеді да. Маған осындай жұқа клемдер ұнамайды, жуғанға бір андай бір ыңғайсыз деп, андай бір қатындардың әңгімесін айтып тұрады да. Мына клемді қайдан алдыңыз сіз? Мынау не жұқа жаман клем деп сөйтеді. Вообще давлениемді қоздырып, одан кейін енді сендерден клем алмасын. Әр келгенде 5000 теңгеге мен шампунь ала бергенше, лучше клемді мойкаға бермеймін ба? Жудыртсам да сол баға болады ғой деп. Одан мынаның ең удобный емес жері, мынау клемді бөлек істейсің, мына насадкасын ауыстырып. Одан мынау полды істейтін насадкасы. Ол өте жаман, бір шаршатып жібереді. Полды бір істеп, клемді бір істеп жүргенше, лучше сразу бір бөлмені сразу бітіріп шыққан дұрыс қой. Мынау деген шаршатып жібереді кәдімгідей. Дәл осындай жалыппен алдымен салған болатын. Көп деген енді қыздар айтты, бізге үйге де келіп жүреді. Соны байымның миын жеп жүредім, осы пылесосты алып бере қал, ойбай деп. Сіздің айтқаныңыз жақсы болды ғой деп. Енді осы видео алдарыңыздан жай шығып тұрған жоқ. Үйлеріңізге келсе, сразу қуып шығыңыздар. Олар әр деңені бір лапшаны құлаққа іліп, үйде пенсионерлер болса, анау болса, мынау болса, скидка жасаймыз деп. Скидкаларының өзі әйтеуір әкесінің құнын сұрайды. Сонымен мынандай заттарын өте қымбатқа сатады. Сулы жерді, ылғал жерді пылесос тапқаса, мынаның ішінде біреу өліп атқандай сасиды ғой. Страшно сасиды. Бізге айтқан мешогы 6 айға жетеді деп. Қаяқтың 6 айы 1 айның ішінде уже сасып кете береді. Мынау үстіп тұрғаннан лучше жаңағыдай сразу пылесос істеп алып, мусорын төккен жақсы ғой. Сонымен көпшілік жазған, бізге де келіп жүреді деп. Келсе, қуып шығыңыздар, вообще кіргізбеңіздер, өте нашар. Мынау деген невыгодно еще, клемді бір істеп, полды бір істеп. Прям менің жан айқайым ше. Менің осы аңқаулығым, енді өзім кінәлімін, бұл жерде 100% ешкімді кінәламаймын. Сол сіздерде ұрынып қалмаңыздар. Жаңа бір қыз айтады да, менің пенсионер мамама алдап сөйтіп сатып кеткен. Сонымен екі қызы екі жағынан жүгіріп жүріп, әйтеуір арыз жазып жүріп, арттарынан түсіп жүріп, әйтеуір ақшамызды қайтардық деп. Мен олай істеген жоқ, мен пайдаланып қойдым, қалай арыз жазам бұған енді мен. Олар деген кәдімгі психологияны да оқып алады дейді ғой, жаңағыдай адам миын қалай айналдырып, қалай сол нәрсені сатып алғызуға дейін барғызуды. Менің жағдайым сіздерге плотно сабақ болсын. Алданып қалмаңыздар, Kirby деген компания.